Баршаға қайырлы күн. Сіздерге бүгін кешкі асқа жасаған осындай қазақтың ұлттық тағамы бүрме қарынның толық видеосын көрсететін боламын. Арнама тіркеліп, қоңыраушағына басып, мені қолдап кеттіңіздер. Мінекей, бізге жылқының қарыны керек болады. Оны әбден жуып тазалап, мен жуып тазалап дайындағанмын. Мына жерде оның жиегіндегі майлары болады. Соның арасындағы бездерінен алып, толықтай тазалап аламыз. Мен мына жерде тазалаған қалғаннан қалып кеткен бездер бар екен арасында. Соларды алып тастап, толығымен тазалап шығамыз. Енді осыны теріс қаратып, тағы да жуып аламыз. Жуғанда бұны кәдімгі лимонның суын сығып жуса, қарындағы шырышты бөліктері толықтай тазаланып шығады. Әрі де иісі де болмайды, әрі шырышты болып тұрмайды, қарнымыз толық таза болып шығады. Осыны енді таза суға тағы да бір салып жуып аламыз. Енді осыны қарнымыз дайын. Ет салуға дайындаймыз. Алдымен енді бір жақ бөлігін бірнеше жіппен тігіп аламыз. Мінекей видеода көргендеріңіздей бір жағын толықтай тігіп дайындап аламыз. Бұның біз сорпаға пісіреміз ғой, бұның екінші жолы бар, пешкеде пісіретін жолы бар. Оған дәл осылай қарынды дәл осылай дайындап аламыз. Лимонның суына жуып, бір жағын тігіп, бірақ салып жатырған етімізді оған пісіріп аламыз өз алдына. Мен мына жерде шекли салып жатырмын. Қазымызды, етіне қойдым да етті. Мына жерде мен сиырдың да етін салдым. Картоп жуаларымыз, сәбіздеріміз піспеген. Бәрі шекли салынып жатыр. Ал пешке пісіретін жағдайда етімізді толықтай пісіріп аламыз. Картошка сәбізімізді пісіріп аламыз. Сөйтемізді дәл осылай қарынға салып, сыртын фольгамен орап, 1-1,5 сағат пешке жібереміз. Ал мен арада сорпаға пісіретін болғандықтан ешқайсысы піспеген. Екені өркеш майымыз. Бәрі шикі. Енді мына жағын екінші бөлігін тігіп, бір-екі іліп тіксеңіздер болады. Мінекей бүрме қарынымыз толықтай салынып болды. Мінекей дайын.
Енді осыны қазанымызға салып, толық бататындай қылып су құйып, 2,5-3 сағатқа қайнатамыз. Бір қайнатып алып, астын жай отқа қойып, толықтай 3 сағатқа жететіндей қайнатып аламыз. Оған дейін нанымызды жайып дайындап аламыз. Менде қолдан жайған нан, қамыр. Осылай қайнап жатыр бөлме қанымыз. Арасында былай аударып қоямыз қарнымызды. Қарнымыз, бөлме қарнымыз дайын. Оны жаймендеп алып, дайын болған қамырымызды салып, пісіріп аламыз. Нанымыз да пісті. Кешкі асымыз да дайын. Сіздер қонаққа ұсынатын болсаңыздар, бөлме қарынды бөлек салып, қамырды бөлек салып апарсаңыздар болады. Қарнымыз толықтай піскен. Суы ыстық болып тұр. Картошкасы да сол күйінде тұр. 3 сағат қайнаса да ешқандай езілмеген. Етіміз де. Қонақ келгенде сыйлы қонақтарыңызға жасап берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.